Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет болып шығатын картоп қосылған пирожкидің рецебін ұсынамын. Қыздар, шыны керек, бұл идеалды түрдегі теста, керемет мінсіз теста. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салмасы өте көп. Наны деген енді ерекше. Өте жұмсақ болып шығады, керемет болып шығады. Ол үшін алдымен қамыр жасап алуымыз керек. Төменге барлығын жазып көрсетіп кеттім. Енді ұнымыздың үстіне қантымызды қосып аламыз. Кейін осының үстіне ашытқымызды саламыз. Ашытқының жалпы маркасы маңызды емес. Ең бастысы жаңағы мерзімі жақсы ашытқы қолдану керек. Кейін майонезді қосамыз. Мен көз мөлшермен қостым. Енді шамамен бұл бір толық ас қасық. Бір жұмыртқамызды жарамыз. Бір шай қасық жаңағы тұзымызды саламыз. Шошудың қажеті жоқ. Тұзды осылай салсаңыздар ештеңе болмайды. Сұйық майымызды құямыз. Басында араластырып аламыз. Кейін жылы сүтімізді құйып қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болу керек, бірақ қатты ұнға қатты бітеп тастауға болмайды. Бастысы қолға жабыспайтындай қамыр шығуы тиіс. Кейін қамырымызды жылы жерге 1 сағаттай қойып қоямыз. Үстін міндетті түрде жылы орамалмен жауып, жылы жерге қойып қоюларыңызға болады. Қамырымыз көтерілуі тиіс. Енді салмасы жайында айтатын болсам, менде картоп ezбесі, енді оп-оңай картопты қайнаған суға салып пісіріп аласыздар жұмсақ болғанша, кейін суын төгіп, үстіне кішкене тұз сеуіп, осылай езіп істеп аласыздар. Осылай дәмдірек болып шығады. Кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін осылайынан 12 бөлікке бөлеміз. Қыздар, мен размерін үлкен қылдырып жасадым. Пирожкini егер кішірек жасайтын болсаңыздар, онда 12 штуктен көп болып шығады. Осылайынан дөңгелетіп, алдын ала барлығын дайындап реттеп алдым. Егер де, яғни тағдайда кішірек жасағыларыңыз келсе, онда кішірек етіп бөлікке бөлуге болады. Маған жалпы пирожкидің кәдімгідей үлкен болып піскені ұнайды өзіме солай. Сондықтан да мен осылай ірілеу етіп жасадым. Енді осы жаңағы алдын ала дөңгелетіп алғаннан кейін осыны енді қазір нанымызды ысамыз. Азғантай мөлшерде. Жалпы қыздар, көп ұн қоспаңыздар, сонда майларыңызды жұтпайды. Жалпы қамыр өте жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Осылайынан дөңгелек етіп ысып алғаннан кейін ортасына жаңағы картошка пюремізді саламыз. Салмасын көбірек салыңыздар, қыздар, сонда өте күшті болып шығады. Кейін ортасынан осылайынан жауып, формасын әдемі етіп келтіріп жасасаңыздар болады. Сонда керемет болып шығады. Барлығын дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір мен тағы да бір рет жақсылап тұрып көрсетемін. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Өте дәмді болады. Дәмі де керемет, өте жұмсақ. Бастысы қамыры өте күшті болып шықты, қыздар. Себебі менде басында шықпайтын, кейін мен жаңағы қалай айтсам түзетіп идеалды түрде осындай қамырдың рецебін тауып алдым. Күшті болып шықты. Осылайынан барлығын жасап аламыз. Енді
несін, формасын, размерін өздеріңізге қалай ұнайды, солайынан жасауға болады. Себебі әркім әртүрлі жасаған ұнатады. Маған мысалы осылай ұнайды, сол себепті мен осылай етіп жасаймын. Барлығын жасап, қайнап тұрған табаға екі жағынан пісіріп аласыздар. Міндетті түрде пирожкиді жасап болғаннан кейін үстіне орамал жауып, бір 10 минутке тағы да қойып қойыңыздар. Тағы да біраз кішкене көтеріледі. Мен дайын болған пирожкилері. Кейін қайнап тұрған майға осылайынан екі жағынан жақсылап тұрып пісіріп аласыздар. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осында керемет болып шығады. Тіпті майын да жұтпайды, майлы емес. Өте күшті болып шықты, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен, Райхан. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.